Ассаламу алейкум, қадірлі заманласлар. Қарақалпақ халқының өтміш тарихын сәулелендіретұғын рухи байлығы, хасыл сөз маржаллары болып сақланып қалған бейбаха қазинесі бұл дәсталлары болып көзге тасланады. Дүнияда дәсталлары көп қалықпыз. Бірі-бірінен құнлы, жыраулар жырлағанда мазмұн мағанасы тыңлаушының бүтін қалбін тебірендіріп, әулядылар тәрбиясына ұлылықты сіңдіріп жасағаны анық. Халқымыз өзінің өтмішінде сияси жағдайларды, үлкен жаугершіліктерді, көшіп қонуларды басынан кешірген. Қандай қиыншылықтарда жасауына қарамастан, олар өз мәдениетін, гаухар сөз мирасларын еш жоғалтпаған. Оларды ұшығаның қиқымындай қастерлеп, ұстаз шәкірт жолы менен бүгінгі абадан тұрмысымызға жеткізген. Өз тарихын білмейтұғын, кешегі күнін ұмытқан миллеттің келешегі жоқ деген еді президентіміз. Бүгін елдер хәуес пенен тән алатұғын алтын мирасқа иеміз. Padşayım sözlerime kulak sal, kulak sal. Meni yığılayman ermem, meni zar zar. Duman boldu başlarımdan jaudı kar. Sözüme kulak sal babakan patşana. Aksinemde mergen atkan şarambar, şarambar. Savut giyip ermem beni şaylaysan. Gazap etsem tartıma kolum baylaysan. Adam zatten evladına turus bana. Yol üstünde kolları sağlıp oynaysan, oynaysan. 17-18 әсірлерде жыраулар тарапынан көп тарқалған һәм халық сүйіп тыңлаған дасталлардың бірі Мәспатша дастан болып есапланады. Бұл дастанның бахалылығы сонда сөзлерінің көркемлілігі һәм ұйқасының көззаллығы менен де әтібарыңды тартады. Бабаларымыздың бізге мирас болып келатқан төл дастанларының бірі Мәспатша дастаны болып табылады. Мәспатша дастаны тематикалық жақтан романтикалық һәм қаһармандық дастан деп тән алынған. Себебі онда романтикалық уақиғалар мен қаһармандық дастанлар синтезленіп, өзара байланыста жаңа бір үлкен төретпені пайда еткен. Белгілі ғалымымыз, ұстазымыз Қалы Айымбетов
1934 жылы Төрө Жырау Бегманұлынан Алпамыс дастанының тұңғыш вариантын жазып алады. 1935-38 жылдар аралығында Садырбай Мәуленов, Шәмшет Қожаниязовлар Абдулмұрат жырау вариантын жазып алады. Бұл екі жырау ham Тақтакөпір районында бір ауылда жасаған жыраулар. Бұл дастанлар өздерінің тәсілепке жазылып алу несімен құлы һәм біздің ата-бабаларымыздың ертедегі тұрмысына дәрек беретін мағлұматларға оғада бай. Әсіресе олардың сөз байлығы, ескі сөздерді пайдалану ұсулары айрықша дараланып тұрады. Соңғы жазып алынған Мәспәтші дастаны сол жылдардағы Садырбай Мәуленов, Шәмшет Қожаниязовлар тарапынан жазып алынған Мәспәтші дастанының бір варианты 1940 жылы әдеби алманақтың бірінші, екінші санларында жарияланды. Осы көзқарастан Мәспәтші дастаны өткен әсірдің орта дәуірлерінен бастап жарияланып, халықтың диққат итибарына ұсынылып келген дастанлардың бірі. Мәспәтші дастаны өзі текарынан көркем дөретушілік ұсуларының барлық түрлерін өзінің ішіне қамтыған бағалы көркем дөретпе екенлігі әмемізге мәлім. Бірақ қандай жағдайда да әрбір атқарушы, әрбір жырау өзінше атқарады, өзінше сол дөретушілік ұсуларын пайдалану мүмкіншіліктеріне ие. Мәселен, Төрө Жырау Бегманұлының Мәспәтші дастанында біз ескіден келтірген көнерген сөздерді, архаизмдерді көбірек ұшатамыз. Мәселен, аттың шабу тарифіне диққат итибар беретін болсақ, Төрө Жырауда астындағы сандал ат тер қыстағы басады, құйрығын сыртқа салады, ат желкесін күзеді, жібердеп сулық сүзеді, құлақтарын қайшылап, сағырдан аққан терлері қара жерге тамшылап дегендей жүзі суретлі көркем безеулеріменен аттың шабысын тәріфлейді. Бұл жерде мінекей біздерге бейтаныс болған сөздер, біздің пайдалануымыздан шығып баратқан сөздердің іздерін көруіміз мүмкін. Ал енді ұсынасы Абдулмұрат жырау вариантында батыр мінген мәжнүн ат алды аяғын кіреді, артқы аяғын тіреді, атқа тұмар тағады, жұлдыз кібі ағады, жылдырым сыпат шабады. Міне көріп отырғанымыздай, бұл теңеулер, эпитетлер өзін жүдә орын тауып, халықтың сөзіне бір безеу беріп, халықтың сөзін, халықтың қиялының шырайын шығарып тұрғанлығы өз алдына дараланып тұрыпты. Мінекей әрқайсы жырау өзін білгенше жырлап, бірақ қандай жағдайда да халықтың дейдісіндегі сөздерді айтып, өзінің тыңлаушыларының диққатын аударуға мүмкіншіліктер тауып отырған. Әне Мәспәтші 17 жасына толды, мәужіріп жігіт болды, мұрнына шамал енді. Қыз жауалар түсіне кірді, жақсыны жаманды айырып білді, жақсының қадірін білді, мәнжін тұлпарды мінді. Бала атын желдірді, дос болғанды күлдірді, қарсы болсаң бүлдірді, қаст еткенді өлтірді. Жанған өтін сөндірді, әміріне көндірді, өнбеген дәуді өндірді, қарағай найза өңгерді, елі халқын меңгерді. Әне сол тарихқа толтырды 18 жасты, жігері күші тасты, адамгершілігі, жақсылығы күннен күнге асты. Дұшпанды айбаты басты, көзі түскен жырақ қашты, нар кібі күшіне толды, жігітлік қасері ұрды.
Аны бір сұлудың дәртінен іші толды дәртке, басын қоса алмай бір мәртке, кеше күндіз тағат таппай, ұру-ұру Қарақалпақтан бойына алай қыз таппай. Мен деген сұлуларды жүзлеріне қаратпай, ел халқын аралап, мәз патша бір серігіздан болды дейді ол. Uzak solga bede vatın şapadın Kiyip şavga tilla kalkan çapadı Altay tamam araladı Öz halkın öz boyuna layık kız tapadın Tapadın Ara söldemine bedi beline Bir yarışın otlar saldav tenine Altay tamam araladı öz halkına Keldi deydi köp tamanın Yelinin Мәспатша дастан басқа дасталардағы сияқлы караматлы оқияларға ие. Батырлардың дүнияға келуі, ұлғаюы, бәрі табият інам еткен күшпенен байлансады. Мәспатша дастанда да жолбарыс жүрегіне жерген анадан жолбарыс жүрекли батырдың дүнияға келуінің өзі үлкен құдіретлі оқиялар менен тарифленген. Біз дастандағы қайсы эпизодты алып қарасақ та, ол тұрмыслық мәніге ие екенін көреміз. Qaralpaqdan bir teyre savqiyatdı Özünün devletine uşurttan ziyattı Şol üstünde kollar salıp oynaysan Bilesem de patşalıkka iyatta Дастанлардағы қаһарманның образын және де байтып тұратығын нәрсе хаял қызлар образы, яғни батырдың ашығы, ақыл парасатлы сұлулықта ешкім тең келмеген гөзал қыз образының тарифленуі өз алдына. Көркем образ міне ұсындай эпизодларда жүдә жақсы суретленген көреміз. Сондай-ақ дастанларда өздеріңізге белгілі қыздардың келбеті айрықша суретленеді. Бұл қыздардың келбетін суретлеу, тарифлеу мәнісінде көп жыраулар бір-біріне жақын мәлілес характердегі сөздерді пайдаланады. Қайсы жырауды алып қарасақ та, қайсы жыраудың атқару репертуарларында, дастандарда қыздарды тарифлеу хақында сөздерге диққат аударсақ та, міне осы қыздардың, біздің қыздарымыздың жүдә гөзал екендігін, олардың сондай жүдә сұлулығыменен әммені таң қалдыратуын, өзгешеліктері бар екендігін көрсетуге әрекет етеді. Мәселен, алып қарайық міне. Айпаршаның келбеті төре жырауда. Ақ маңлай бадам қабақлы, пістеден жұпқа додақлы, шашпауы сұлу шашақлы, ұзын бойлы кен құшақлы, қылығы менен күйдірген, назы менен сүйдірген деп береді. Міне бұл қалқылық ұсыл. Қайсы дастанларды алып қарасақ та осындай нәрселерді, осындай тарифлеулерді ұшатамыз. Бірақ енді жырау бұған өзінің кеуілдегі сұлу қызға болған өзінің пікірін, өзінің қатынасын белгілеу дәрежесіне ие болады. Ал Әбдімұрат жырауда ақ маңлай бадам қабақлы, пістеден жұпқа додақлы, ұзын бойлы кен құшақлы
деп жаңағы бұнда шашпауы, сұлу, шашақты деген қатар ұшаспайды, бірақ ол қадырылып кетілген. Қарақалпақ фольклорында дастанларды атқарудағы жыраулардың өзіншеліктерін белгілеуде оған да әһмиетлі. Дастандағы уақиялардың тарифленуі басына жумағына шекем қара сөзінде де, қосықларында да мазмұнлы һәм көркем өзгешеліктері менен шебер суретленген. Соның ұшында туысқан халықлар да бұл дастанды өз тілдеріне аударып атқарып келген. Осындай ауыз екі дөретпелеріміз халықлар арасында достық байланыстыларды да бекемлеуге себеп болған. Дастанда нақыл-мақаллар көпке белгілі, тиісті жерінде пайдаланады. Олар уақияларға байланысты тиісті жерінде пайдаланған ұшында дастанның тәніне, дастанның мазмұнына сіңісіп кетеді. Оны біз нақыл-мақал дәрежесінде түсінбей, сол дастанның ішінен шыққан сөз деген бағдарда түсінеміз де. Алып қарайық неге. Құлан басына күн туса, қодығына қарамас. Ат басына күн туса, ауыздығыменен су ішер. Ер басына күн туса, етігіменен су кешер. Тебінгіге тер қатып, тепсіне білмей барады. Деген қатарларда міне қаһарманның характерін ашуда, сол уақытта өзінің қаһарманның жеке халатын белгілеуде нақыл-мақалдар жүдә орынлы пайдаланып, біздің ата-бабаларымыздың осындай кең ықпалға, кең мүмкіншілікке ие болған һәм атқарушы жыраулардың осыларды өзінше қабілеті поэтикалық қалыпқа салып, өз халқына қайтарып берудегі шеберліктерін көрсетеді. Сондай-ақ дастанларда тәкрарлау сөздер деген болады. Бұл барлық дастанлар үшін де характерлі. Әсіресе Мәсіпәші дастанында бұл нәрсе жүдә диққат етібарға алынған. Мен Төре жырау менен Әбдімұрат жыраудың вариантларын салыстырып көргенде, екеуінде де осы көркем тәкрарлаулар жүдә орынлы пайдаланған. Көркем тәкрарлаудың әһмиеті не? Бұл көркем тәкрарлаулар бірінші кезекте дастанның уақияларын, қаһарманның әрекетлерін бір-бірімен байланыстыруда көпірлік қызмет атқарады. Бұл мүмкін сол көркем тәкрарлаулар сөздің мәнісіне сәйкес келмеуі мүмкін, бірақ олар бәрібір де